Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы Республикалық аналар кеңесі Талдықорғанда елбасы жолдауын талқылады. Жиынға аймақтарды аралауға шыққан депутаттар да қатысты. Жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беріп, оларды тұлға ретінде қалыптастыру әрине оңай шаруа емес. Президент биылғы жолдауында оқу бағдарламаларын жастардың сыни ойлау қабілетін арттырып, өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажеттігін айтты дейді жиын алғандар. Президентте, үкіметте айтылып атқан сынды да басқаны да жақсы қабылдайды. Бірақ зиялылар кеңес үкіметінен үйреніп қалған үндемеу, тығылып қалу, сол жаңағы жантақтық, жалтақтық дегендей. Міне осы мәселені де президент көтеріп жатыр. Өздеріңіз біліп отырсыздар, қариялар мен орта буын тұрмақ балалардың, жастардың өзімен кездесіп жатыр. Президентіміздікі бағана жолдауын, бағанағы пікір ойларын елменен бөлісу үшін, қазақстандықтардың осы жайында пікірін білу үшін біз парламент депутаттары қазір өңірлерде елменен сайлаушылармен кездесу өткізіп жатырмыз. Үкімет парламенттің алдында, президенттің алдында есеп беретін болды. Енді әрине есеп тыңдау, баға беру ол қиын жұмыс. Сонымен парламенттің де бағаны жауапкершілігі өсіп жатыр.